Менің қызымды жазықсыздан жазықсыз 3 жылға түрмеге қаматып отыр. Бұл істі мұқият тыңдаңыздар. Себебі бұл бір адамның емес, бәріміздің қауіпсіздігіміз туралы. Шынар Ізбасарованың жұмыс орнында 3 адам және оларды құтқарам деген әскери азамат газға уланып қаза тапқан. Ащы шындық, олар қауіпсіздік техникасын сақтамаған. Өз бетімен әрекет еткен, өздерінің салғырттығынан көз жұмған. 2024 жылы 5 шілде күні менің қызым жұмысқа бармай тұрып, жұмысшылар өз еркіменен кәріз құбырын тазалауға жұмысқа шығып кетіп, газге уланып қаза болады. Ең маңыздысы, оқиға болған сәтте Шынар жұмыста болмаған. Жалпы Шынар жұмыс беруші емес, басшы емес, еңбекті қорғауға жауапты тұлға емес. Соған қарамастан ол қамауға алынған. Тағылған жалғыз айып ауызша тапсырма берді деген сөз. Енді сұрақ, сол тапсырманың дәлелі қайда? Менің қызымның қандай жазығы бар екенін дәлелдеп берсін. Телефонмен тапсырма берді дейін десек, телефон тексерілді, бірде-бір қоңырау болмаған, бірде-бір хабарлама жоқ. Яғни тапсырма берді деген сөзді растайтын ешқандай айғақ жоқ. Соған қарамастан адам сотталып отыр. Бірінші саты соты мұның бәрін көрді және дұрыс шешім шығарды. Қылмыс құрамы жоқ деп. Осыған дейінгі қаралған сотта ол 2 рет жеңіп шықты. Шынарды толық ақтады. Апелляциялық сотта да жаңа дәлел жоқ, жаңа айғақ жоқ, мән-жай өзгермеген. Бірақ соған қарамастан ақтау үкімі жойылып, айыптау үкімі шықты. Тіпті негізге алынған бұйрықтағы қолтаңба сараптама бойынша Шынарға тиесілі емес. Яғни адамды дәлелсіз, болжам мен жалған құжатқа сүйеніп, түрмеге қамады. Жылдың 2 қазан күні Астанаға шақырып, қаматып отыр. Мен оған шыдай алмаймын. Жазықсыз кеткен қызымның кінәсін тауып берсін. Бұл тек бір Шынардың тағдыры емес. Бұл бүгін Шынар, ертең сіз, бүрсігүні мен. Есте болсын, заң дәлелмен сөйлеу керек. Ол кассациялық сотқа жүгініп отыр. Және біз осы сотта Шынардың ақталып шығуына барымызды саламыз. Себебі Шынар жазықсыз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Елімізде кінәсіздерді қамамайтын, таныс-танысқа қарамайтын сот қашан пайда болады? Төменде пікір жазып кетіңіздер және менің парақшама подписка жасап қойыңыздар. Әділдік үшін бірге күресейік.